Каспий Голдқа конкуренция келе жатыр. Бразилияда тесттік жүйеде бір-біріне ақша аударатын WhatsApp функциясы іске қосылды. Бұл туралы Марк Цукерберг өзінің Facebook парақшасында жазды. Енді бір-бірімізге WhatsApp арқылы ақша аудара береміз. Алдағы уақытта басқа елдерге де осы ақша аударатын функция іске қосылады. Өткен аптада аталған Каспий банк сервері уақытша істемей қалған еді. Сол кезде көп адамдар төлем төлеуде қиналып, альтернативасын іздеп қалған едік. Егер пайсыз бір-бірімізге ақша жіберілсе және басқа төлемдер қарастырылса, онда PayPal, Skrill, WebMoney, Kiwi секілді тағы басқа онлайн төлем жасайтын компаниялардың жағдайы қиын болады. Дәл қазір $10,000 дейін ақша аударуға болады. Жекелей компаниялар бизнес аккаунт үшін комиссия болады, ал қарапайым қолдану үшін комиссия болмайды, дейді құрастырушы компания. Енді WhatsApp алдағы уақытта жаппай төлем картасына айналуы ғажап емес. Сіздермен болған IT әлем каналы, бізбен бірге болыңыздар.